Балақай кел ертегі тыңдайық. Бүгінгі тыңдайтын ертегі айлакер түлкі мен аңқау қасқыр. Баяғыда бір түлкі мен қасқыр өмір сүріпті. Түлкі өте айлакер, ал қасқыр аңқау екен. Бір күні түлкі өзен жағалап келе жатып, балықшылардың қармаққа түскен балықтарын тастап кеткенін көреді. Ол дереу балықтарды жинап алып, ойлап қояды. Мен осы балықтарды қасқырға беріп, оны алдайын. Кешке қарай түлкі қасқырға келеді де: «Досым, мен саған тамақ табудың оңай жолын үйретейін. Өзенге барып, құйрығыңды суға сал да күте тұр. Сонда балықтар өздері ілінеді», дейді. Қасқыр түлкінің сөзіне сеніп, өзенге барып, құйрығын суға батырып отырады. Бірақ түнде қатты аяз тұрып, су қатып қалады. Таңертең қасқыр тұрайын десе, құйрығы мұзға қатып қалған екен. Сол кезде ауылдың адамдары келіп, қасқырды қуып жібереді. Әзер дегенде мұздан босап шыққан қасқыр түлкіні іздеп келеді. «Сен мені алдадың» деп ашуланады. Түлкі жай ғана күліп: «Ақылсызды кім алдамайды?» деп орманға жүгіріп кетеді. Ғибраты: аңқаулық зиян, ал артық сенгіштік өзіңді қиын жағдайға ұрындыруы мүмкін. Әр нәрсені ақылмен ойлап, шешім қабылдау керек.